Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жаңа жылдық дастарханға ерекше салат дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен алдын ала қайнатылған 3 картоп пен 3 жұмыртқаны өткіштен өткіземіз. Картопты тұзды суда қайнатуға кеңес беремін. Содан соң 70 грамм шамасындағы колбасаны да өткіштен өткізіп аламыз. Жетпіс грамм твердый сырды өткіштен өткіземіз. Менде қияр үлкен болғандықтан оның жартысын қолдандым. Егер қияр тым қатты үлкен болмаса, бір қияр қолдансаңыздар болады. Краб таяқшаларының 4 данасын өткіштен өткізіп саламыз. Екі жарым ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз салсаңыздар да болады. Менде картоп тұзды суға піскендіктен және сыр мен майонездің құрамында тұз болғандықтан тұз салған жоқпын. Салатты араластырып болған соң, осындай кесеге салып, дөңгелек формасын шығарамыз. Салатты 2 бөлікке бөліп, осылай тарелкаға салып шығамыз. Қасықтың көмегімен шыршаның бүрлері сияқты формасын шығарамыз. Жүгеріден жасалған осындай құрамында қанты жоқ, таңғы асқа арналған хлопьялар арқылы безендіреміз. Хлопьяларды осылайша салаттың бүкіл жағына жабыстырып шығамыз. Бізде осындай ерекше декоративті салат дайын болды. Шыршаның жапырақтары ретінде укроп қолдансаңыздар болады. Жаңа жылдық дастарханға арналған бүгінгі салат сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоны осы жерге дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Каналымда басқа да жаңа жылдық рецепттер мен идеялар бар, қарап көруге кеңес беремін. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.